Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бір 3 минуттан кейін біз тікелей эфирімізді бастайтын боламыз. Сондықтан тезірек тіркелсеңіздер болады. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, ата-аналар. 2-3 минутта біз тікелей эфирімізді бастайтын боламыз. Қош көрдік барлықтарыңызды. Кеш жарық, құрметті тыңдармандар, құрметті біздің ата-аналар, әріптестер. 1 минуттан кейін тікелей эфирімізді бастайтын боламыз. Қайырлы кеш, құрметті. Саламатсыз ба? Қалайсыздар апай, жақсыздар ма, амансыздар ма? Қайырлы кеш, құрметті Сейілбек мырза. Бүгін біз сізбен кезекті кездесуімізді бастағалы отырмыз. Құрметті көрермендер, бүгін біздің Қарасай ауданы бөлім бөлімі басшысының тікелей ашық сабағына қош келдіңіздер. Қарасай дәстүрлі кездесуімізді кезекті отырысын бүгін бастаймыз. Бізде қонақта өзіміздің бірнеше жобалар бойынша бізбен бірге қоян қолтық жұмыс жасап жатқан балалықтан даналыққа кітабының авторы Сейілбек мырза бүгін қонақта. Құрметті Сейілбек мырза, бүгін біздің тікелей эфирлеріміз ата-аналарға арналатын болады. Өзіңіз білесіз, ата-ана даналық мектебі деп тақырыбымызды алып отырмыз. Қазірдің өзінде 500-ден астам ата-аналарымыз қосылып жатыр. Үлкен бір керемет, жақсы сізбен бір әңгімені болады деп ойлап отырмыз.
ең бірінші жұмысымызды онда біз бастай береге 550 ата-ана тіркелді. Ары қарай ата-аналар тіркелді. Құрметті Сейілбек мырза, бүгінгі ата-аналардың басты мазалайтын сұрағы бала тәрбиесі. Бала тәрбиесіндегі құрал, бала тәрбиесіндегі методика, тағы да сол сияқты. Енді біз осы ата-аналармен біраз сұхбат жүргізіп, осы уақытқа дейін қанша проблемалар талқылап жатырмыз. Сол кезде бір өзекті мәселелерді түйіндедік. Соның біреуі ата-аналар тарапынан балаларға деген шектен тыс қамқорлық мәселесі. Осы мәселе бойынша сіз өзіңіздің кітабыңызда да өте керемет айтып кеткенсіз. Осы тақырыпты кеңінен ата-аналармен бүгін тыңдап отыр ғой, сондықтан осы тақырыпты кеңінен өрбітсек сізбен. Сейіл апай, оны өткенде эфирде де айтқанбыз, бірақ ол эфир техникалық себепке байланысты сақталмай қалған. Сондықтан енді кішкене оған тоқталып өтейін. Қауіпті қамқорлық қой, гиперопека деп аталады. Жалпы қамқорлықты мен өзім айттамаймын. Жақсы, заманға сай қамқорлық жасаған әлде қайда жақсы. Бала өзінің неғұрлым күтімі жасалса, бапталса, соғұрлым дұрыс дамиды ғой. Бірақ бұл жерде бір ескеретін нәрсе бар. Баланы бала етіп отырған болмысын былайша айтқанда қалыптастырып отырған қандай қабаттары бар деген сұрақ бар бұл жерде. Сол ол логотерапияның ғылымының негізінде бұған Виктор Франкл адамды қалыптастырып отырған 3 қабаты бар деп айтады. Енді бұл жерде шатасу неден болады деген кезде барлық мәселе көз алдымызға көрініп тұрған баланың бір денеден тұрғаны ғой. Бірақ оның сөйлеген сөзі, іс-әрекеті, қимыл қозғалысы, сезімдері әртүрлі эмоцияға бөленіп, Құдайдың құтты күні көңіл күйі өзгеріп отыра беретін себебі оның көзге көрінбей тұрған негізі 3 қабаты бар. Осы бүкіл іс-әрекетінің барлығы осы 3 қабатынан шығады. Ол не деген сөз? Яғни бірінші қабаты соматика, яғни биологиялық денесі, екіншісі психикалық қабаты, үшіншісі ноологиялық рухани қабаты. Әдетте ата-ана қамқорлық жасаған кезде алғашқы осы 2 қабатына қамқорлық жасайды, психикалық және соматикалық қабатына. Көңіл күйінің дұрыс қалыптасуы, 12 мүшесінің аяқ қолының сау болып өсуі, бәріне қамқорлық жасайды. Бірақ негізгі ұмытып кететіні, оны адамды адам етіп отырған нәрсесі рухани болмыс еді. Яғни бала жасына сай сөз сөйлеп, ақылына ақыл, парасатына парасат қосу керек еді. Бар мәселе осы жерде. Қазіргі балалардың жалпы адамзаттың ең үлкен проблемасы ол инфантилизм дерті. Яғни бойы өссе де, ойы өспей қалатын бала бұл жерде. Кішкентай кезінде кімнің қызы аппақ, менің қызым аппақ, кімнің баласы ақылды, менің балам ақылды болып тұра береді. Өйткені әлі бойы өспеген ол. Бірақ кейін бойы өсіп, дауысы гүрілдеп, мұрты тебіндеп, бойы өзіңмен бірдей болып тұрған кезде ғой бұлар ата-ана қабылдай алмай түсініксіз болып тұратыны. Соны мен өткенде айттым Скотт Пектің бір әңгімесімен. Ол өйткені өзі психотерапевт, алдына адам келген кезде, неше түрлі осындай дертпен келген кезде, соны зерттеп емдеп отырады. Сол алдына 20 жастағы жігіт келеді. Ол 20 жастағы жігіт деген ол толағайдай тау тұлға, ол ел басына күн туған кезде етігіменен су кешіп тұрып, осы елге тірек болатын кезі ғой, дұшпанға түнек болып. Сондай ұлың жасы 20-ға жеткен кезде бақыттан басы айналып, осы күнге де аман есен жеттік-ау, біздің баламызда ауру сырқауға тіл көзге ұшырамай өсті-ау, азамат болды-ау деп қуанып, рахаттанып жүрудің орнына рахаттана алмайды. Ынжық, қайратсыз, жігерсіз баласынан көңілі толмай тұрады, көңілі қалып. Соны тур сондай бала алдына әкеп тастаған 20 жасар жігітті. Ондай жігіттерді бізге күніге алып келеді лагерімізге. Сол кезде оны тексереді ғой, қателік қайдан кетті деп. Барлығын сұрап отырса да, барлығы туралы детально айтып шығады, бірақ шешесі туралы көп нәрсе айтпайды. Мамаңа көп тоқталмадың ғой, мамаң туралы айтып берші маған десе, несіне айтамын, екеуміздің арамызда проблема жоқ, екеуміз жақсымыз дейді ғой, қарым-қатынасымыз. Неге деген кезде, мамам мені жақсы көреді дейді. Соны жақсы көреді, қайдан білдің деген кезде, мен үшін сондай қауіп-қатерге басын бәйгеге тігуге де бар. Қазір мен студентпін, бірақ мамам мені қатты ойлағаны соншалықты, паблик бас дейді, қоғамдық көлікпен қайтармайды. Өзі келіп, көлігімен алып кетеді, мына ертең бір бәлеге ұшырап қалмасын деп. Бұдан артық қандай мейірім махаббат, қандай қамқорлық керек дейді ғой.
сол кезде Скоттбек түріне қарап тұрып салмақты түрде нығыз пішінмен, ай Скоттбек, сен ренжіме, Джейсон, сен ренжімеші, көңіліңе келсе де айтамын, сен мамаң сені шын жақсы көрмейді екен ғой дейді. Бұл шалқасын сөйтеді, қаяқтан білдің дейді. Нағыз ата-ана баланың аяқ қолы бүтін болып, денінің сау болып, қарның тоқ болып, көйлегінің көк болуымен қатар, оның рухани сана сезім пісіп жетілуіне де, рухани өсуіне де мүмкіндік жасау керек. Оның міндеті ата-ананың баланың өсе келе дана болып өсуіне. Егер оның дана болып өсуіне септігін тигізетін болса, қиындық деген нәрсе керек болса, баласына қиындық проблемаларды туғызып беру керек. Сол балалар қиындық кезеңінен өткен кезде ғана ол сана сезім өседі. Сондықтан да бүкіл эпостық ауыз әдебиеттегі ертегілердің бәрін мазмұны біреу ғана. Алтын сақасы болсын, ертөстік болсын, Керқұлатты Кендебай болсын, барлығы бір жасқа жеткен кезде бір жауапкершілік арқалап, бір қиындықпен бетпе-бет келеді. Сол қиындықтардан өткен кезде ғана ол бір жалмауыз кемпірді жеңіп, айдаһарды жеңіп, бір дұшпанмен күресіп алысып жеңгеннен кейін барып ол мойындалып тұлға деген атаққа ие болады. Сондай өсу. Біздегі бар мәселе қайдан шықты деген кезде, мен көрген қиындықты балам көрмесін, мен көрген азапты балам көрмесін дегеннен шығады. Ал шын мәнісінде бізді қазір осындай күнге жеткізіп, құдаларымызбен осындай құда болып беделді, дос-жаранмен дос-жаран болып, мынандай ұл қыз, немере шөбере өсіріп отырғанымыз сол қиындықтардың бәрін жеңіп, еңсеріп, осы күнге жеткеніміздің арқасында. Қараңызшы, Морган Скоттбектің айтатын жері де осы, ғалымның таң қалатын жол дейді, ең қауіпсіз, ең тәжірибеден өткен, ең түсінікті жол қайсы деген кезде, өзің сүріп өткен жол ғой дейді. Білесің оның қыр-сырын, ой-шұқырын, қай жерде қандай қиындықтар. Неге сен өзің осылай бағыңды асырған, ақыл сана сезіміңді өсірген осы қиындық жолына келген кезде, балам, мен жүрген жолмен жүрме, сен басқа жолмен жүр деп айтасың. Ол белгісіз жол ғой дейді. Сондықтан осы гиперопека осыдан шығып жатыр. Лагерге келген кезде де ата-аналар бір күн өтпей жатып хабарласады ғой маған. Сонда Сейілбек ағай қалайсыз дейді. Әй, сіздермен келісіп едік қой, сөйлеспейміз деп. 10 күннен кейін бірақ алып кетесіз, бірақ сөйлесесіз деп. Жоқ, енді баламен сөйлестірмесеңіз, сөйлестірмеңіз, бірақ өзіңізден сұрайыншы дейді. Е, апай, не болды? Мен балам көңіл күйі қалай дейді. Мен айтамын, ол көңіл күйі 0. Ол көңіл күйі керемет емес. Бұл жер аттракцион, бассейн, ойнайтын жер емес. Бұл көңіл күй көтеретін сондай. Бұл жерде даналық үйренетін жер. Өзінен өзі есеп алып, сана сезімі оянатын жер. Әрине оңай болмайды. Оқу инемен құдық қазғандай дегендей. Қарны тоқ па, көйлегі көк па, ол пияз қосылған тамақ жемейтін еді, сәбіз қосылған тамақ жемейтін еді, ашқап кеткен жоқ па. Тек соматикасы мен психикалық қабатын ғана көре алады. Одан басқа көретін түйсік жоқ, өліп қалған ата-анада. Әрине енді оны олай болатыны өзімізге де түсінікті, себебі материнский инстинкт, яғни родительский инстинкт, анан жеңіп кете береді, рухани инстинктті. Шіркін, сұраса ғой деймін, апай, маған звондаған кезде. Сейілбек ағай, қалайсыз? Жақсы. Осы менің балам ақыл кірейін деді ме өзі? Бір өзі санасы оянайын деді ме бұл балаға? Бір өзгеріс бар ма бұл балада? Деп сұраса ғой шіркін. Көрдіңіз ба? Но логикалық қабатын көре алмайды. Яғни ар-ұяты қалай қалыптасып келе жатыр, сана сезімі қалай өсіп бара жатыр. Оны көру үшін родительский инстинкті, ата-аналық инстинкті жабаттыру керек. Балаңа сырт көзбен қарайтын сондай қабілет іске қосу керек. Бары сол. Біз қазақша айтқанда балаңды аясаң аяма деген позиция деп тұрсыз ғой бір жақ. Енді бізде қазір Қарасай ауданында 100 мыңға жуық оқушы бар. 200 мыңға жуық енді орта есеппен есептесек ата-аналарымыз бар. Бізде мына жұмыс барысында түрлі кейстер болады. Жаңа осы гиперопека дейміз, шектен тыс қамқорлық мәселесі көп жерде мектеппен оқушы мен ата-ананың арасындағы үлкен проблемаларға әкеп соғып жатады. Енді бізде қазір 1200-ге жуық ата-ана тіркеліп отыр. Осы ата-аналарға бір лайфхак ретінде бір кішігірім айтып өтсеңіз, қамқор ата-аналар
жиі неден қателеседі? Қандай қателіктер жібереді? Ол мынандай нәрсе. Бұл енді жаңағының жалғасы екен бұл әңгіме. Бірақ енді сәл тереңдей түсейін. Апай, мұнда комментарийлер тоқтап қалған ба? Жоқ, жазып жатыр. Жазып жатыр ма? Ол мынандай нәрсе. Гиперопеканы жаңа айттым ғой, ноологикалық қабатын көре алмау деп ше, оның рухани қабатын, ариятының қабатын. Енді қызық болсын айтайын. Мына шығыстың данасы, данышманы Мәулана Руми деген кісі өткен, әулие кісі. Солың бір хикаясы бар, ғажап хикаясы, өзім өте жақсы көремін. Ол не нәрсе? Мына баяғыда бір циркаш дейді, аң құсты көрсетіп, өнерін көрсетіп, сөйтіп нәпақасын тауып жүрген кісі ғой. Содан көрсететін аң құсы қалмай, бір күні тау тасты кесіп кетті дейді. Жаңа аң құс ұстайын, көрсетейін, елді таң қалдырайын деп. Соны іздеп таудың шыңына шыққан кезде бір мұз болып қатып қалған, бірақ өзі сұсты бір айдаһар тауып алды дейді. Былай қарады, қимыл қозғалысы жатыр, мұз болып қатып қалған. Соны қуанып кетті де, жақсы болды, елге көрсетейін деп, оны алып келді дейді, жерге түсіріп. Соны, қалайық, жар салам, бері қараңдар, айдаһар дегенді көріп беріңдер тірідей. Көргілерің келсе, бір билетті бір сомға сатып алыңдар деп сатыр еді ана билетін. Содан не керек, елдің бәрі таң қалып, ауызы ашылып, көзі жұмып көріп жатыр еді. Төбесінен күн түсіп, астынан ыстық ұрып, асфальттың ақырында мұзы еріді де, көптен бері тамақ ішпеген, өзі аш жатқан айдаһар бір кезде көзін ашып, аш екенін есіне түсті де, бірінші болып жаңағы циркаштың өзін жұтып қойды дейді, ананы қожайынды. Сосын ауылдың халқын шетінен бірін қоймай, айдаһар жұтып жеп қойды дейді. Осыны Мәулана Руми талдап жатыр хикаяны. Мәні не дейді? Мұның мәні біреу ғана. Адамның тұла бойында сан мың құмарлықтар бар. Неше түрлі құмарлықтар бар. Ол нәпсі деп аталатын құмарлықты мұз ғып, қатыр ғып ұстап отырмасаңдар, еріп кетпесін, оянып кетпесін. Оянып кетсе, ертең басыңды жұтып қояды. Ол өз басын жұтқаны бұлай тұрсын, әке шешесінің басын жұтады. Әйел бала шағасын да басын жұтады деп айтып отырады. Мұз ғып қатырып ұстау. Ол не деген сөз? Оны Құдайдың құтты күні көріп отырмыз. Қаншама ата-ана зарлап отыр. Мына ұлым игроман болып кетті, лудоманиямен. Үйдің бүкіл ақшасын. Мына баламыз жаңағы әйел құмар болып кетті. Мына бала шағасына ие ойын. Мына баламыз андай құмар, мұндай құмар. Бұл құмарлықтың 1000 миллион түрі бар. Бұл тек еркектерге қатысты емес, әйел заты, бала шаға бәрінде. Мен оны бір қызық айтып берейін, Әсел апай. Осындай ел аралап лекция оқып жатсам, осы Жамбыл облысына барған бір мектепте лекция оқып біткеннен кейін артынан шай ішейік деді. Әңгіме шығып, осы құмарлық туралы болып кетті. Сөйтіп бір отырсам, директор апай деп шекесін ұрады. Енді түсіндім дейді. Апай, не болып қалды десем, жақында келін сүргеміз дейді. Ол келінін сүйсініп елге мақтанып жүргем дейді. Ол мына өзім мектебімде жұмыс, екеуміз бір мектепте жұмыс істейміз. Сол келін болып түскеннен кейін жұмысқа тұрады. Алғашқы айлығын алған кезде, мына енем, сүйікті енем, мынау сізге деп маған орамал алып берді. Қайнатасына бірдеңе алып берді. Күйеуіне, сіңілісіне, қайнысына деген шетінен бір ырза болайын. Менің ұлым қыз таңдауда, әйел таңдауда жаңылыспапты. Жұрттың келіндері төркініне тасса, мына келін тапқан дүниесін осы үйге болсын деп, осы үйге алып келеді екен деп ырза болып отырған дейді. Сөйтіп екінші айлық алған кезде тағы да сондай бір сыйлықтар алып келіп таратып жатыр дейді. Үшінші айлық алған кезде тағы. Мен сосын айттым, бұл ешқандай мұқтаждық жоқ мынау дүниелерге, необходимость жоқ, қажеттілік жоқ. Рахмет, енді пейіліңе, ниетің көрдік, түсіндің, айналайын. Тастай батып, судай сіңдің, енді қой енді десек, қоймайды. Соны қазір әңгімеңнен түсініп отырмын, сөйтсем, ода ауру бар екен ғой дейді. Қандай? Шопинг деген. Яғни ол айына бір рет шопинг жасамаса, тынысы тарылады, ауа жетпей қалады. Құмарлықтың бір түрі ғой. Ол да дұрыс айтады. Құмарлық бұл. Ойбай, құрсын ондай. Қыз-келіншектер сұмдық, үйін тоздырып бітті оларда. Неше түрлісі бар. Одан бөлек мына қазіргі оқушы балалар, бұл мынандай нәрсе,
90 жылдары бізде құмар болмады емес, құмар болдық. Бала болған екен, тәтті құмар болдық. Бірақ ол кезде мүмкіндік жоқ еді. Қандай? Құмарлығымыз жүзеге асыратын ақша жоқ еді. Ақша болса, дүкенде зат жоқ еді. Сосын ауылда бір-екі дүкен деген сияқты, мысалға, ала алмайтын тұғымыз. Ал қазір балаларды, мен лагерьге келген балаларды білемін. Келіп тұр, магазин қайда дейді. Жақын жерде ма? Одан не бар? Сәл қол қалт етсе, тәтті құмар жүгіріп барады. Магазинсіз дүкенге бармай, ештеңе істемейді, оқымайды, не қылмайды. Анан құмар байланып қалған ғой енді. Ол ештеңе емес. Магазинде жоқ, андай да жоқ, ақша да жоқ деймін. Міне интернет, рет, неше түрлі құмар анау. Бір былайша айтқанда баяғы нұқтың топан суы келе жатқан сияқты анау. Құмарлықтардың мүмкіндігі жүзеге асатын интернет заман. Маған көрсетіп ақыл айтып жатыр. Ағай дейді, сіз баяғы заманның адамысыз ғой. Қазір базар аралап, будка аралаудың қажеті жоқ. Міне сізге көрсетейін. Мына холодильник қанша? Ал оны Қытайдан ана Пиндода сияқты бірдеңеден мынандайды алуға болады деп, ойбай, WhatsApp-тың неше группасын көрсетті ғой, міне. Мен қажеттілік жоқ. Құдайға шүкір, холодильник бар, стиральный машина бар, телевизор бәрі бар. Жоқ, сонда да арзан болған кезде алып қоясаңшы. Қараңыз, қажеттіліктен емес, тәуелділіктен. Алмаса тұра алмайды, жемесе тұра алмайды, ит алмаса осы құмар. Енді бұны не үшін айтып отырмын? Осы жерде адамды адам етіп отырған бір құмарлық бар. Ол ой құмарлық. Ата-ананың міндеті де сол. Егер баласы ертең өскен кезде сондай бір құмарлықтардың жетегінде кетіп, жаңағы айдаһары оянып кетіп, мұзы еріп, басын жұтып қойғанын қаламаса, кішкентай кезінен ерте жастан ой құмар қылып тәрбиелеу керек. Үйтпейтін болса, онда проблемаға ұрынады. Ал оның қазақы дәстүрде баланы кішкентай кезінен ой құмар қылып тәрбиелейтін өзінің дәстүрі жолы бар еді. Ең бірінші ол жұмбақтан басталады. Мен бір ата-ананы әлі көрген жоқпын. Баласын кішкентай кезінен кел балам деп жұмбақ жасырып, анау ойлануға, зерен қылуға тәрбиелеп жатқан ата-ананы үлкендерді көріп жатқан жоқпын. Сосын бар бол күшейеді, сұрақ жауап деген болады. Сосын ол философиялық, теологиялық, өмірлік, сондай сұрақтармен ой құмар. Оны Шәкәрім атамыз не дейді? Күн аязда терезеге неше түрлі гүл түсер, сонша демі түсті неге кім түсірді ой жібер. Нысабыңмен ойласаң сен істей алмас он адам, ең адамның шеберінен соны салған жан шебер. Сипатын көр, тосып ал да, жапалақтап жаусаға, таза тексер көзі салда, қандай оның түрі бар. Таң қаларсың ойға салсаң, қар жасаған шытыр алсын. Жаралыстан ғибрат алсаң, болар едің ой құмар дейді. Бар мәселе осы жерде. Менің балам өсіріп отырған ұл қызым ой құмар ма, ой құмар емес пе? Бірақ ол үшін өзі ой құмар болу керек. Әрине, әрине. Өзі күйбең тіршілікке жұтылып кетпей, үнемі ой үстінде жүру керек. Сондықтан да ата-ана ертең сол гиперопека деген қайдан шығады деген кезде баласын ой құмар қылмай, ойсыз өсірген кезде гиперопеканың атасы болады, қауіпті қамқорлықтың. Сосын не болады? Проблема мектепте болады, проблема ертең университетте болады, сосын үйленсе ажырасып отырады. Ұзаққа бармайды ол ой құмар емес адам, былайша ойсыз адам. Мінекей дастарханның басында үнемі баласын ойға жетелеп отыру керек. Сабағын оқыдың ба? Үй тапсырманы бердің ба? Орындадың ба? Жазып болдың ба? Бар енді ана жаққа демей, кел ұл қызым. Жаңағы ер азамат ненің қамын, не жейді? Ер азамат үш нәрседен қорқады. Қандай нәрселерден? Қыз балаға не жарасады? Ер балаға не жарасады? Байға не жарасады? Патшаға не жарасады? Ұстаға не жарасады деген сияқты осындай сұхбаттар құрып, мың сұрақ деген кітап, тамаша кітап, сол неге арналған. Соны пайдаланып оқыса болады. Енді ата-аналар оны біршама хабардар шығар деп ойлаймын. Құрметті ата-аналар, енді Сейілбек мырза жаңа өте тамаша айтып жатыр ғой. Қажеттілік емес, тәуелділік. Осы сөзді астын сызып тұрып, тағы да біраз ойлану керек сияқты бәрімізге, себебі бәріміз ұстаз болмас бұрын бәріміз де ата-анамыз. Өкінішке орай осындай болып жатқан жағдайларды жан-жағымызда көріп отырмыз. Мәселенің түкпірінің бәрі осы бір жерден басталатын сияқты. Енді қазіргі тағы да бір келесі проблеманың біреуі, біз енді жиі кездесетін кейстер, ата-ана өзінің баласына сенім білдірмейді.
енді гиперопеканың бір жаңағы ұшқыны шығар. Мен сен үшін ойланамын, мен сен үшін шешемін. Бізде мына 11 сыныпта бітірген балалармен біз еңбекпен қамту жұмысын жүргізгенде кей кезде балалар қалжыңдап, балам сен қандай оқуға барасың десең, КПУ дейді. Ол не десек, куда папа устроит дейді. Яғни мен үшін шешімді қабылдап қойған. Енді сен өзің кім болғың келсе, мені бәрібір маған ол сенбейді. Сен жаңағы неге авиа ұшқыш болам деп жатсың, сен ол қолыңнан келмейді деп айтты. Сондықтан ол кісілер не қандай оқуға бар дейді, мен сондай оқуға барамын деген нәрседен бастап, ол мына бүгін мектеп бітіріп жатқан оқушылардың арасында болып жатқан нәрсе. Бұл тереңдеп баланы балабақшаға жетектеп келгенде басталатын осы бір балаға деген бір сенімсіздік бар ата-аналардың арасында. Осы бойынша не айтасыз? Бұл да бір жақсы сұрақ екен, иә. Ата-ана. Ол мынандай нәрсе, егер Қарасай ауданының ұстаздары отырған болса, меніңше балалықтан даналыққа деген кітапты алған болса, сол кітаптың ішінде текпе тәрбие ме деген бөлім бар. Ол не деген? Ол не деген нәрсе? Ол бөлімде адамның тұлға болып қалыптасуы бар емес па? Яғни балалық деңгейден өтіп, есейіп, ересек жасқа өтуі, сол тұлғалық қырлар қалыптасуына ең басты шешуші рөл тек ойнай ма, жоқ әлде тәрбие ма деген сұрақ бар. Сонда бұған қатысты 1000 жылдан бері дау болып келе жатқан логотерапия осы нүктесін қояды. Қалай? Дұрыс, бір кісілер әрине тек маңызды деп айтады. Қанша жерден тегі нашар болатын болса, қабілеті былайша айтқанда гені. Онда қанша жерден тәрбие берсең де, мықты ұстаз сабақ берсе де, бәрібір татпай қоймас тегіне дегендей, сол тегіне тарта береді. Мысал үшін Абай атамыз мысал қалады. Абайдың Абай болуы, ол тұлға болуы. Оның тегіне байланысты. Әкесі қандай? Құнанбай қандай болыс болған. Оның әкесі Өскенбай, оның бабасы Ырғызбай кете береді. Барлығы би, болыс, шешен, батырлар. Енді одан Абай тумағанда кім туады деп текке басымдық береді. Сол кезде мына логотерапевтер айтады. Егер олай болатын болса, сұрақ. Абайдың өмірі тірсегін тістеп, өмірі мына ізгілігіне қарсы шығып отырған ең жақын туысы бар. Ол Тәкежан ағасы. Иә. Онда сұрақ, бәрін шешуші тек болатын болса, ондай болатын болса, Тәкежан қандай тектен шық? Екеуін тегі бір емес па? Ата бабасы бір емес па? Тәрбие ғой. Өйткені Абайға тәрбиені кім берді? Зере әжесі. Әжесінің үйінен Құдайдың құттығын неше түрлі сал-серілер, ақын жыраулар, арылмайтын игі жақсылардың бәрі үнемі соны көріп, құлағынан құйып өскен екен, Абай болды деп айтады. Тәрбиені жақсы алды деп айтады Зере әжесінен. Мақұл, сонда Зере әжесі жаңағы Абайды оң тізесіне отырғызған кезде, дәл сол тізесінде Тәкежан ағасы отырды. Екеуі де бірдей әңгіме тыңдады ғой. Екеуі де бірдей тәрбиені алды ғой. Сонда не нәрсе деген кезде, міне сенім арту деген мынадан шығар. Жалпы адамды тұлға қылып, өсіп, өніп, өркендеуіне дұрыс тегінде жоққа шығармаймыз. Мүмкіндігінше тегінде жақсат, жақсы жерден қыз ал, жақсы жермен құда бол дегендей. Тәрбиені де мүмкіндігінше жақсы тәрбие беріп қалуға тырыс, бірақ шешуші сәт ол емес. Ата-анадан берілмейтін, Құдайдың тікелей өзінен берілетін 4 феномен, 4 қасиет бар. Осы 4-еуі шешуші рөл ойнайды. Мейлі ол жетім өссін, мейлі ол интернатта өтсін, мейлі ол әке-шешесі зиялы университетте сабақ беретін үлкен ғалым кісілер болсын. Кім болса ол болсын. Кез келген бала дүниеге келген кезде, оның ертең өміріне керек 4 феномен. Сұрауы да содан болады. Ең біріншісі еркіндік деп аталады. Яғни, еркіндігіңді неге пайдаланасың? Ізгілікке ма, жоқ әлде зұлымдыққа ма? Екіншісі жасампаздық деп аталады. Яғни, Абайдың да, Тәкежанның да тегінен тәрбиесінен берілетін ғажап жасампазды болды. Екеуі де шешен, екеуі де ойлы, екеуі де зерең, екеуі де білімді. Мықты өте жасампаз кісілер. Бірақ Абай жасампаздығын қайда пайдаланды? Тәкежан неге пайдаланды? Біреуі мал дүниеге дүние құмар болды, Абай ой құмар болды. Бүкіл потенциалын, жасампаздығын
сол бір кейінгі адамзатқа жарайтын ұрпаққа, елге сондай ізгіліктер, неше түрлі құндылықтар қалдырды. Өлеңдер жазып кетті қара сөзін. Ал үшінші ол біріншісі еркіндік, екіншісі жасампаздық, үшіншісі шешім қабылдау деп аталады. Яғни шешімді қанша жерден біз ақыл кеңес берсек те, жаңағы өйткені маған ата-аналар бүйтіп айтады. Дұрыс дейді, онымен келсем дейді, бірақ бір нәрсеге келісе алмаймын дейді. Қандай десем, шешім қабылдауды балаға бермеу керек дейді. Неге деп сұраймын? Себебі дейді, ата-ана айтып жатыр. Өмірде мол тәжірибе жинаған, өмірдің ыстық суығын білетін мен, басымды тауға да тасқа да ұрып көрген мен білемін қай жерде қандай екенін. Сондықтан да оған қарағанда, балаға қарағанда көбірек тәжірибелі кім? Бұл ата-анасы мына мен. Сондықтан мен шешім қабылдауым керек дейді. Мен айтам, құрметті ата-ана, жоқ, шешімді баланың өзі қабылдайды. Неге? Себебі әр қабылдаған шешімі, мейлі ол дұрыс болсын, қате болсын, ол сабақ болады. Сондықтан да нағыз білім өзінің жасаған қателігінен алған сабақ деп айтатын себебі сол. Көрдіңіз ба? Ата-аналар баланың қателік жасап, содан сабақ алып, содан тәжірибелі болғанын қаламайды. Соның кесірінен тәжірибесіз, сабақ алмаған, көп нәрсені білмейтін, бой өссе де ой өспей қалған бала болып отырады. Мінекей, осы мәселені ескеріп отыру керек. Мысалыға мен оқушылармен жұмыс жасаған кезде, өз балалармен де біліп отырмын қазір. Жұмсаймын, жұмсағаннан кейін ол шикі болады, қателеседі, бірақ ол өз бойынан өткермей, өзі жасап көрмей, оны істей алмайды. Енді төртіншісі жауапкершілік деп аталады. Бар мәселе осы жерде. Яғни сенім білдіру деген не нәрсе? Оның ертең үлкен өмірде дұрыс өмір сүруіне септігі тиетін бойындағы жауапкершілік деген сезім. Ол жауапкершілік сезімі бір күнде, бір сәтте, бір жылда қалыптаспайды. Жауапкершілік сезімі жылдар бойы қалыптасатын, миллиметрлеп өсетін сондай сезім ол. Бала жасы үлкейген сайын оның жауапкершілік сезімі де үлкею керек. Оны не дейді? Ол мынандай нәрсе, апай, қызыға. Осы архитекторлар жақсы айтады. Мына арка деген дүние бар емес па? Арка. Арканы соққан кезде дейді, ұсталар айтады, архитекторлар. Мына арка көпірдің үстінен қанша килограмм тонна жүк өтеді дейді. Бұл өзі қандай арка? Адам өтетін арка ма? Жүк өтетін арка ма? Пойыз өтетін арка ма? Қандай арка дейді? Соған орай ана кірпіштерін қалайды. Неғұрлым кірпіштерін көп қаласа, соғұрлым ауыр жүкті көтеретін көпірге айналады. Ал егер жүгі жеңіл болса, оған көп кірпіштер қалап отырмайды. Азырақ қалай салады. Тапсырма, бұл жерден пойыз өтеді, ауыр жүктер өтеді десе, ана көбірек кірпіштер қалап тастайды. Неғұрлым кірпіштер көп қаласа, соғұрлым мықты болады. Тура сол сияқты адамның жауапкершілік сезімі де неғұрлым көп жауапкершілік арқаласа, оның күрескер, қайратты рухы, қабаты мықты болады, арқа сияқты. Жауапкершілігі аз болатын болса, өте әлсіз болады, соғұрлым ол. Сондықтан да баласының мықты болғанын қалаған ата-ана, қайратты болғанын, ертең қаншама үлкен өмірде неше түрлі қиындыққа төтеп беретін таутылға болғысы келсе, жауапкершілікті көбірек арқалату керек. Оның жауапкершілігі бір әйел, екі бала шағамен шектелмеу керек. Ағайын туыс, ел жұрт, ел, адамзат сияқты, абай сияқты неғұрлым қайғысы. Мына қазақта жақсы сөз, ер азаматтың ішінде ат басындай шер қатады деген. Шер деген не? Қайғы ғой. Сонда ер азаматтың ішінде аттың басында қайғы болады деген ғой. Ол аттың басында қайғысы не ол? Тамақтың қайғысы ма? Киімнің қайғысы ма? Оқудың қайғысы ма? Ненің қайғысы? Елдің қайғысы. Сон неғұрлым қайғысы үлкен болатын болса, соғұрлымының жауапкершілігі де мықты болады, денсаулығы да мықты болады, күрескер қайраткерлік мықты болады. Бар мәселе осы жерде. Ал сенім артпаса,
сенім артпаса, жауапкершілік сезімдер солғын түсе береді, түсе береді, түсе береді, түсе береді. Сосын өмір сүруге жарамсыз болып қалады. Сейілбек мырза, рахмет көп. Бұрын мысалы енді бізді тәрбиелеген кезде біздің аталарымыз, әжелеріміз бізді жұмсайтын. Мен өзімнің есімде қалған естелігімді айта кетейін. 3-4 жасымызда бізді магазинге, дүкенге нанға жұмсайды. Ол саған жауапкершілік тартады, қолың ақшаны береді. Сен ол кезде санау да білмейміз, бірақ барып сол нанды сатып аламыз да. Бір күн мен әлі есімнен кетпейді, жаңағы ол кезде мына дорбалар ғой. Сол дорбаға 4 бөлке нанды салып берген, мен ана нанды көтере алмай жерге сүйретіп шаң-шаң қылып алып келгем. Жаңағы атам шаң болса да ештеңеге жетпейді деп шаң қағып жеді да, сосын мына жеркеніп жемей отырған бізге айтады: енді сен келесі жолы осы нанды шаң қылмай алып келудің жолын ізде. Сен келесі жолы оны ойланасың. 4-еуін былайынан тігінен салмау керек екен, ұзыннан салып, арқама салып алуым керекпін деген сияқты. Яғни біз сол кезде 3 жасымызда, 4 жасымызда бізге сондай жауапкершілікті артты. Енді бүгінгі бала, ол біз сияқты бала емес, қазіргі Z ұрпақ балалары. Енді осы жерде ата-аналарда заңдылық мынандай бір сұрақ туындайды. Балаға өзіне жауапкершілікті артуды қай жасынан бастау керек? Ерте жастан бастау керек қой. Неғұрлым ерте болса, соғұрлым өздері ұтады. Қызық айтайын, ол ерте жас дегеннен шығады. Менің бір ағам бар. Үнемі ол кісінің үйінде кітап оқып, мені жылына 1-2 ай үйіне қамап отырып, жаңағы не қылады, тәрбиелейді, оқытады енді. Сон қызық, бір күні жылда барамын, жылда біз бірге дайындаламыз, оқимыз. Соның бір күні 10 жастағы баласына, ұлына ұрсып жатыр. Әй, ұлым дейді, мына дүкенге бар десем, бармай жылайсың, қорқам, анау мынау дейсің. Ей, біз сенің жасыңда білесің бе кім не қылғанбыз? Жылқыға мініп, тайға мініп, малды 5 шақырым жерден, тоғайдан, қырдан, адырдан айдап келіп, кешке солардың шөбін салып, жайғайтын едік, жер жыртатын едік. Малды әкемізді өзіміз қарайтын едік. 10 жасымызда аттың үстінде шауып жүретін едік. Түннің бір уағында 10 шақырым жерден қырдан, адырдан келетін едік. Не сонша қорқақсың? Бар ана деп демеймін ма? Содан не керек? Арадан 5-10 жыл тағы өтеді. Бір күні қарасам, жаңағы сол 15-20-ға келген үлкен ұлы кішкентай інісіне айтып жатыр. Дүкенге бар десе, ана бармай қиғылық салып жатыр ғой. Сөйтсе оған айтып жатыр: ей, мен сендей кезімде дейді, 9-10 жастағы інісіне айтып жатыр, қорықпай дүкенге барып келуші едім. Қорқақ бармай отырсың деп. Жауапкершілігінде түр ауысады. Сонда ана жауапкершіліктің түрі анау да, жаңағыдай 10 жасында дүкенге барған ерлік санап отыр ғой, ерлік істер. Айтайын дегенім, неғұрлым ұл қызыңызды ерте жастан ерлікке, парасатқа, жауапкершілікке тәрбиелесеңіз, соғұрлым оның рахатын көресіз. Сол ерте жастан бастаған жақсы. Енді оны үйдің жағдайына байланысты әртүрлі. Әрине, енді осы эфирді пайдалана отырып, бізді 1000-ға жуық ата-аналар қазір тыңдап отыр. Ата-аналардың құлағына да алтын сырға қылып таққым келеді. Балаларға жауапкершілікті сабақ оқудан бастап, үй жұмысын жасаудан бастап өздеріне беріңіздер. Баланың сабағына, үйде берілген тапсырмаға жауапты ол тікелей өзі болу керек. Мынандай ғана кейсті айтып кетейінші. Жаңа дене шынықтыру пәніне арналған киімді балалар жоғалтып қояды. Ол бізде күнделікті болып жатқан кейс. Сол кезде ұстаздан емес, ең бірінші баладан сұраңызшы, жауапкершілік арттым ғой саған, осы киімді сен алып кеттің, неге жауапкершілік танытып қайтып алып келмедің деп жауапкершілік өзіне артсаңыз, осыдан да сіз ақырын баланың тәрбиесіне дұрыс жолға қоясыз деп ойлаймын. Себебі бізде күнделікті кейстер, ата-аналардан толассыз түсетін шағым арыздардың бәрі бізде осыдан басталады. Балам киімін жоғалтып келді, неге бұның шапкасы жоқ, ұстаз қайда қарап отыр, қолғабы жоқ, ұстаз қайда қарап отыр деген сияқты сұрақтар. Әрине, біз өзімізден жауапкершілігімізді алып қашу емес бұл жерде. Ата-ана да дұрыс түсіну керек. Бұл жерде баланың тәрбиесі. Ол сізге де, ұстазға да, бәрімізге ортақ болғандықтан осы мәселені айтқым келеді. Енді бізде қазір мектептерде психологтар бар, балалармен жұмыс жасайды. Сонда балалардың маған ешкім сенбейді ғой, маған мен айтсам да шындықты ешкім маған сенбейді деген проблемалар шығады. Енді бұл жерде жалғыз ата-ана емес, жалпы ұстаздар қауымы болсын, ата-аналар тарапынан болсын, сенімге бір нұсқан келтіретін сөздерді жиі пайдаланамыз. Сол сөздерге қандай сөздерді ол сөз қатарына жатқызатын едіңіз?
мысалы оны немен алмастырып саған не жоқ, сен сөйлемей ақ қой деген сияқты сөздер бар ғой, баланың жүрегіне оқ болып қадалатын, нағыз сенімсіздікті тудыратын. жаңа сен адам болмайсың, адам болсаң мұрныңды кесіп беремін, сен оқымайсың деген сияқты сөздер ғой. Былай істейік апай, егер бұл мына өзі тамырынан шіріген ағашты бұтағынан емдемейді дейді ғой. Егер адам деген кім деген сұрақтың айналасында өрбітіп оның рухани қабатына өзегін ұстап отырмайтын болсақ, жаңағыдай мәселеге түсіп қала береміз. Өзі мен сізге бір қызық айтайын. Мына осы оңтүстікте мен көп сапарлаймын, мектептерге барам. Содан жақында бір мұғалім маған звондап айтып жатыр. О, біздің директордың дейді, сіздердің сұхбаттарыңызды көріп, кітаптарыңызды оқыған қандай жақсы болды дейді. Ой, не болып қалды десем, қазір Фейсбукте, әлеуметтік желіде шум болып жатыр ғой, өзі педкеңеске байланысты, педагогикалық педсовет дейді ғой. Сонда бұл педсовет деген не өзі? Директордың стресс шығаратын жиынына айналып кетті ғой. Сағаттап мұғалімдер тұрғызып қояды да бүкіл стресс олардан шығарады. Сұмдық, өзі қанша уақыт болу керек еді өзі? Неше сағат? Мына масқара ғой деп шулап жатыр қазір. Бір-екі видео тарап кеткен бәрі. Соны барлық мектептің проблемасы ғой. Сөйтсек сол апай айтады, қызығын қараңыз. Мына сіздің балалықтың даналыққа кітабыңызды оқып алғаннан кейін біздің директор өзгеріп кетті дейді. Сөйтіп 8 наурыз әйелдер мейрамына орай 60 балалықтың даналыққан алдыртып мұғалімдерге сыйлады дейді. Сөйтті де тапсырма берді дейді. Мынаны оқыңыздар, бір күн талқылаймыз. Мінекей сол жарты жылдың ішінде біздің директор өзгеріп кетті. Биыл қыркүйекте дейді педсовет өмірімізде түсімізге кірмеген педсовет болды ғой дейді. Баяғы жаңағы тұрғызып қойып ұрысу, жөн жосықсыз не қылу, енді проблемалар көп қой енді. Ондай жоқ дейді. Қалай? Мектептің мәселесін кішкене ғана тоқталды да, сөйтті де барып енді қазір демаламыз, фуршет, кофе шайларын ішіп алыңыздар, ары қарай мына кітап бойынша талқылау болады деді. Содан таң қалдық, ары қарай тағы 2 сағат жиын болды. Не деген әңгімелер. Кеткіміз келмейді. Бітпесе екен педсовет деп отыр. Сонда бұл мұғалімдердің жаңағы мына жиын бітпесе екен деп жатқан нәрсесі не? Неге баяғы педсоветтерден қазіргі педсоветтердің айырмашылығы қандай? Бұл енді тек педсоветке қатысты емес, бүкіл сабаққа, пәнге қатысты ғой мұғалімдердің өзін. Бұл мәселе мынандай. Истина деген не деген сұраққа жауап беру керек. Ақиқат деген не? Бұрыннан нағыз ақиқат не деген сұраққа қалай табамыз? Қайтсек дұрыс танимыз деген сұрақты бұрыннан жауап берген. Сөйтіп бұған антикалық дәуірде Аристотель, Платон сияқты философтар былай жауап берген. Нағыз шындық, ақиқат дегеніміз миымыздағы ақпаратпенен сырттағы фактінің сәйкес келуі деген. Мысал үшін, жаңағы алма деген ағаш, жеміс, алма ағашта өсіп тұрса, болды, міне фактімен сәйкес келді. Мына шындық деген осы. Болмасам 100 градуста қайнаса, ақиқат деген осы дейді. Бірақ кейіннен бұған ислам ойшылдары келеді, мұсылман ойшылдары. Бұған тереңдей түседі. Жоқ, бұл әлі бер жағы. Яғни нағыз ақиқат истина, оның әу бастағы түпкі абсолюттен берілген онтологиялық мәніне сәйкес келсе дейді. Ол не деген сөз? Ол бар мәселе мына жерде. Яғни алма болып тұрса, ол ақиқат болып есептелінбейді. Себебі піспеген алма бар, шиік алма бар, шіріген алма бар, я? Алманың да түр-түрі бар, породы. Нағыз алма, о 70-80 жылдары ГМО қосылмаған, дәрі қосылмаған алматының апорт алмалары бар емес пе? Иісі деген бір шақырымнан, иісі деген құм сияқты аузына төгіліп, осы таңдайында еріп қоя беретін алмалар. Міне, өзінің онтологиялық алма деген жаратылысында онтологиялық мәніне, табиғатына сәйкес келсе, нағыз шындық деген сол. Тура сол сияқты баланың дүниеге бала болып келгені бұрынғы түсінік бойынша шындық деген сол. Адам деп отырмыз ғой, қабылдап отырамыз. Ал
Керісінше, Әл-Фараби Ибн Синаның философиясына салатын болсақ, ол әшейін алғашқы шындықтарының қадамы, көрінісі, ол нағыз ақиқат емес, онтологиялық мәніне сәйкес келіп тұрған жоқ деген сөз. Оны қалай түсінеміз? Мысалыға, директорды алайық. Директордың сіз білім бөлімі бұйрық шығарып, Бердібек Соқпақбаев мектебінің директор деп шығарып бергеніңіз, оның директор екендігін білдірмейді. Бір қарағанда ол директор шындық. Өйткені қолында Иә. құжат бар, бұйрық шыққан, басшы болып келіп отыр. Бірақ директордың онтологиялық мәні ол әділ басшы болғанда, әділ жұмыс жүргізген кезде, айналасына әділ болған кезде нағыз басшы деп аталады. Онтологиялық мәні сол. Дәрігер де солай. Гиппократ антына адал болып, әлгі бөліп жармай дұрысынан емдесе, яғни ақша берсе ғана емдеп, ақша бермесе емдемейтін болса, онда дәрігер емес. Мың жерден ақ халат киіп алып ол жаңа мед академияны бітіріп келсін, онтологиялық мәніне сәйкес келмегендіктен. Тура сол сияқты нағыз педагог деп кімді айтамыз деген кезде, мына баланы онтологиялық өзінің мәніне сәйкес келгенше тәрбиелей беретін, оқыта беретін, үйрете беретін нағыз педагогты педагог дейміз. Ал мәніне сәйкес келу деген не? Бұл тәңір әлемінен келген, киелі әлемнен келген жаратылысы болғандықтан, бала балалығынан кетіп дана болған кезде ғана онтологиялық мәніне. Әулиелік деген содан шығады, данышпандық деген содан шығады, қайраткерлік деген содан шығады. Мына біз Өзбек әліні, Қанышты, Жұмабекті не үшін насихаттаймыз? Бұлар өзінің барынша онтологиялық мәніне сәйкес келген нәрсе болғандықтан бұл үлгі бола алады. Бар мәселе осы жерде. Сондықтан да ата-ана болсын, болсын, сөйлегенде не үшін абай болып сөйлейді? Атақтана немістің философының сөзі бар. Адамды қандай қалпында, бар қалпында. Боп тұрса, сондай қалпында қабылдама, кері кетеді. Қандай қалпында болу тиіс, міндетті, сол қалпында қабылда. Сол кезде соған қарай ұмтылады деген сөз. Яғни адам бар мәселе оның шекі болмыс болып туылғанында. Мұғалім ескеретін дүние осы. Егер мұғалімде осындай философиялық білім, таным жетіспейтін болса, онда ана балаға ауыр сөздер айтады. Ата-ана да айтады, тіллейді, жерге ұрады. Ол өйткені шекі болмыс. Бізден басқаның бәрі кәміл жаратылған. Олар қалай дүние келді, солай өмірден өтеді. Интернет қалай болып отыр? Оқырмандардан біз сұрай жүрейік. Сіздікі сәл көрінбей кетті, бұлыңғыр болып кетті. Эфир қалай болып тұр, Әсел апай? Интернет. Оқыған бәрі жақсы естіліп тұр ма? Мына комментарийде маған көрінбей қалды. Комментарийда сұрап жатыр, қандай кітап бұл автордың, кітаптың авторы кім және қайдан алсақ болады деген сауалдар қойып жатыр. Осы сауалға жауап беріп кетсеңіз. Менің айтып отырған балалықтан даналыққа деген кітап. Оны Каспийден ала аласыздар. Бірақ мен ата-аналарға өзімнің кітабымды ұсынбас едім. Әсел апай, өткенде айттым ғой, біз осы әңгіме, осы іс-әрекет, оқыту, тоқту, ең соңы немен біту керек дегенде, ұлымыздың, бала-шағамыздың оқу, шикі болмысты пісіру керек. Қалай пісіреді дегенде, болмысты болмыс ашады. Олар кітап оқу керек. Қандай кітап деген кезде, тұлғалық, баянды өмір сүрген, тұлғасы қалыптасқан, ғибратты өмір сүрген кісілердің өмір баянына негізделген кітаптар. Осы кітаптарды оқып, жарысы бойына сіңірген кезде ғана оның тұлғалық қырлары ашылады. Не үшін қазіргі балалар проблема тудырады? Жоқ қой ондай әдебиет. Оқымайды ғой бар болса да. Оларды оқыту керек, механизмін жасау керек, үйлестіру керек. Ана директорден бастап барлық мұғалім соған жаны ашып, ана шикі болмысты пісіретін жолды іздеу керек. Бар осы. Селбек мырза, өткендегі эфирімізде өкінішке орай сақталмай қалды, бірақ сіз сонда бір керемет сұрақ қойып едіңіз. Қазір мен мына қарым-қатынас тілі туралы мәселені көтергім келіп тұр, бірақ оның алдында сіздің бір сол ойымнан кетпейді сол көтерген мәселеңіз. Қазіргі таңда балаларға ұялы телефоннан да қауіпті бір нәрсе бар деп сұрап едіңіз. Осы мәселеге оралыңызшы қайтадан. Тіпті бір керемет нәрсе осы. Оны алдын айтып едік, эфир сақталмаған екен, қайталап айтайық. Ол мынандай нәрсе. Бәрі осы гаджет, телефон, смартфон өте зиянды, қауіп қатер болып кетті ғой. Соны қазір осыны шектеудің, алдын алудың 1000 миллион способын қарастырып жатыр. Ең алғаш рет сол пандемия біткеннен кейін
күтпеген жерден балаларымыз телефонға отырып қалды да, ата-аналардың бәрі қайран қалды. Сол кезде мен бір Қазығұртта ауданында жиында отырған кезде арнайы бір айтишник маманды шақыртып соған сөз берді. Сол кезде тұрды да, балаларыңыз телефонға жұтылып кетіп жатса, бұдан былай реттеудің жолы бар. Келіңіздер, қазір сіздерге үйретемін. Қараңыздар деді де, мына телефонымыз бәріміз ашып қойып, Play Market'тен жүктетіп алып, бала шағамыздың телефонын реттейтін, қадағалайтын, контроль жасайтын, бақылайтын бір приложениені орнатып берді. Кодын бәрін орнатты. Қуанып кеттік. Мәссаған, бала шағамыз не көріп, не қойып жатқан бәрін енді өз телефонымыз арқылы біле аламыз ғой деп. Сонымен бір қауіп қатердің алдын алғандай болып, қуанып тарқасқанбыз. Бірақ сол кезде мен бүкіл ұстаздардан, психологтардан сұрадым. Дұрыс, телефон шынымен де қауіпті, қатерлі байқамасақ. Бірақ бұл телефоннан 100 есе, 1000 есе бір қауіпті, зиянды нәрсе бар. Ол Құдайдың құтты күні біздің үйімізде болып жатады. Сол не нәрсе? Сол қауіпті, зиянды нәрсенің алдын қалай аламыз? Қандай технология бар екен соның құлыптап, шектеп қоятын? Айтыңыздар сен. Сол кезде көбісі жауап бере алмай қалды. Ол не нәрсе? Ол мына телефоннан ең қауіпті нәрсе бос сөз, бос әңгіме. Үйдегі өсек, аяң, сыпсың сөз, арзан күлкі. Бар мәселе осы жерде. Тау мен тасты сел бұзат, адам затты сөз бұзат дейді. Неге бос сөз, бос әңгіме? Ол қуыс кеуде дертін күшейтіп жібереді. Яғни бұл шикі болмыс, оған құндылықтар құйылмайтын болса, дұрыс әңгіме сіңбейтін болса, ол қуыс кеуде өседі де ертең проблема тудырады. Қуыс кеуде бала ұзаққа бармайды. Сондықтан қазір барлық үйдің, жиынның, той-томалақтың, тіпті оразаның өзі әлгі қауіп қатерден, зияннан арыла алмай жатыр, шектеле алмай жатыр. Ол не нәрсе деген кезде, үлкендер жиналған кезде бос сөз, бос әңгімеден арыла алмайды. Ана жерде тоқтамай сөйлейді. Енді үлкендердің міндеті сол. Дастарханның басында оны quality time дейді айтпақшы, осы қызық ғылымда. Ең сапалы уақыт дегені ғой. Мен қайран қалдым осына. Ата-аналардың көбісінде, енді оның ішінде өзімізде бармыз, барлық үлкендердің бір уәсуәсі бар. Невроз болады да. Қандай деген кезде елге қараймыз ғой, жұртқа қараймыз. Ананың қызы домбыраға барып жатыр, мынаның баласы шахматқа барып жатыр, әртүрлі робототехника, үйірме, кружок, бассейн деген сияқты мықты мектепке нишке түсіп жатыр. Сонда мына ғалымдар сұрақ қояды. 24 сағаттың ішінде ең сапалы уақыт қайсы? Жіберіп алуға болмайды. Себебі ол қайтып орын толтыра алмаймыз оның. Деген кезде мына таңертең тұрды, кашасын ішті, мектепке барды, түс қайта үйірмесі бар, кружогы бар, ұйықтайтын уақыты бар. Осы 24 сағаттың ішінде ең сапалы уақыт қайсы деген кезде дастарханның басындағы 15 минут уақыт. Неге деген кезде құндылықтардың кедергісіз бойына сіңетін кезі сол кез. Қалған кезде жүре тыңдайды. Қалған кезде оның сәті емес, құндылықтарды құйып қалатын сәті емес. Ол дастарханның басы. Сондықтан да дастарханның басында ата-ана осы quality time'ды өткізіп алмау керек. Мейлі ауырып қалып, сабағынан қалып қалсын арасында. Мейлі ақша жоқтықтан үйірмеге бере алмайық. Мейлі біз ауылды жерде тұрған екен, алыс жерде тұрғаннан кейін арнайы гимназия, КТЛ, НИШ сияқты мектептерде оқыта алмай қалды. Ол өкініш емес. Оның орны толады. Әлі ертең ақ көрсетеді ол. Бірақ орны толмайтын зат сол дастарханның басындағы 15 минут. Мен қайран қалам ата-аналарға. Енді түсінікті болсын сізге айтайын. Мына Лондонда Санжар Керімбай ағамыздың әңгімесі бар. Керемет Лондон сапары деген. Бір Фейсбукте жария болды, кейін WhatsApp'тан жібере беріп. Сонда қызық әңгіме айтқан. Мына Европа жұрты біз теріс түсінік қалыптасқан ғой, азған халық анау-мынау деп. Сон қызық, қаланың дәл орталығында дейді, музей, театр, кітапхана қолжетімді болсын деп орталығында құрылған, орталығында ашылған. Және бүкіл пойыз, метро, автобус жүретін ыңғайлығып жасалған барлығына. Ең қызық тегін. Былайша айтқанда мәдени рухани құндылықтарды сіңірем деген адамға тегін. Ал керісінше казино, түрлі анандай, түнгі клубтар, ойын құмар нелердің бәрі қаладан 100 шақырым арыда тұрады, әрі олар өте қымбат. Сонда адамның рухани сана сезім дамуына, өсуіне жағдай жасалған соншалық ол тегін.
бірақ адамдар сол тегін қолайлы жағдайға қарай ұмтылудың орнына өзінің ертең өміріне пайдалы. Бірақ оны зиянды және ауруын, зиянын сатып алады ғой. Сатып алған аурудың емі жоқ дегендей, ананың емі жоқ байғұстың. Мен де осыған таң қалам. Ең сапалы уақыт дастарханның басы болатын болса, ол жерге ешқандай ақша керек жоқ, ешқандай не жоқ, күнделікті ішіп жем, отбасымыздың күнделікті жағдайы, төрт көзіміз түгел басымыз қосылатын. Қалай соны пайдаланбайды? Қарызданып, қауғаланып, кредит алып, араға адам салып, ойбай, баланы да қинап, өзіні де қинап, түрлі нәрсеге өліп жібереді, оқытады. Бірақ одан да 100 есе маңызды дастарханның басында көкірегіне құндылық құятынға өте салғырт қарайды. Осындай Иә, парадокс бар, қайран қалатын нәрсе. тамаша. Мен қайта өзімнің де бір әлеуметтік желілеріме де салып отырам. Дастархан басындағы бос әңгіме ол бала үшін өте қауіпті деп. Енді осы жерде баламен қарым-қатынас тілі деген үлкен бір проблемалық мәселеге тоқталғым келеді. Өкінішке орай, қазір осы сөзіңізден өріп жатыр ғой, тақырыптың басы. Ата-ана баланы үйде келген кезде не сұрайды? Не жедің? Не іштің? Осы сұрақтардың төңірегі. Себебі бұл біздің енді күнделікті болып жатқан проблемамыз. Қазақта айтады ғой, ауруын жасырғанды өлім әшкерелейді деп. Ол расымен де күнделікті бізде болып жатқан нәрсе. Мектептегі берілген тамақтың сапасы, не жедік, не іштік, не істедік, одан қалса дәретханаға бардық, ол жердегі қағаз, ол жердегі салфетка. Берілді ма, сабын бар ма деген жақсы, ол да дұрыс, ол да болу керек. Бірақ бұл жаңағы арасындағы қарым-қатынас тек осымен шектелмеу керек деп ойлаймын мен. Проблемалар болады, кедергілер болады, ол өмірдің заңдылығы да, кей кезде көпшілік бар, тоқшылық бар, жоқшылық бар деген сияқты әртүрлі нәрселер болады. Бірақ дегенмен біз баламен сөйлесу қарым-қатынасын тілін қалай жүргізуіміз керек? Қалай сөйлесуіміз керек баламен? Мысалы, осы нәрсенің аясында сіз балаға қойылатын 5 сапалы бір сұрақты атаңызшы. Мысалы, мен ата-анамын, келгенде балама мен қандай сұрақ қоюым керекпін? Мына қарым-қатынасты бастау үшін. Мен 5 сұрақ айтпайын. Бұл жерде ең маңызды сұрақ деген бар. Ең маңызды тақырып, ең маңызды әңгіме деген бар. Ол Құдайдың құтты күні болатын дүние. Ол мынандай нәрсе. Осы есімде жоқ, 10 жылдай болып қалды. Бір документальный фильм көргем. СССР деген. Соны үлкен алып империяға қатысты, соған байланысты бір документальный фильм көрдім, деректі фильм. Сонда өте қызық. Бір ғалым, социолог Совет өкіметіне келіп, 70-80 жылдары ғой, 80 жылдардың аяғына таман келіп, сөйтіп зерттеу жүргізеді. Соны тұрады да, сен үшін ең маңызды нәрсе не дейді? Мұратың не дейді? Мақсатың не дейді? Сізге мен даусым жетіп тұр ма, апай? Жақсы көрініп тұр ма? Естіліп тұр. Болды. Интернет жақсы ұстап тұрса болды. Сөйтіп ең қызығы қараңыз, сенің міндетің не деген кезде, адамдық борышың не деген кезде, ата-анамның үмітін ақтау, жаңағы ата-анамның үмітін ақтап үлкен қызметке тұру, совет үкіметіне қызмет қылу, совет азаматы болып өсу деген сияқты нәрселер айтылады. Бірақ сонда қызығы таң қалған ғалымның, менің ең басты міндетім өз өміріме жауаптымын деген нәрсе бірде-бір совет адамынан табылмады дейді. Қайран қалдым дейді. Бұл нені білдіріп жатыр? Әдетте адамдардың жіберетін қателігі мынау. Қазір де бар. Мен оқушылардан сұраймын, кім болғың келеді, мұратың не, міндетің не, ата-анамды қажылыққа апарғым келеді, мемлекеттің алдында жауаптымын дейді, ата-ананың алдында жауаптымын дейді, анан дейді, бірақ өз өмірінің алдында жауапты емес. Егер алда-жалда сол қалаулары, армандары орындалмай қалса, өзін тастап жібере салады. Совет өкіметінде жаппай ішу болатын болса, қазір жаппай ішпейді, жаппай ойын, телефон жауапсыз болып жата береді. Бұл не үшін айтып отырмын? Мына адамдық борыш деген тақырып бар. Ата-ананың ең басты міндеті дастарханның басында баласын үнемі есіне, ай ұлым, сенің адамдық борышың не деген сұрақты қойып отыру керек. Ол әрине күніне бір сұрақты қайталай бермейді, адамдық борышың не деген.
бірақ ситуацияға қарай, жағдайға қарай, оқиғаға қарай, әңгімеге қарай баласының адамдық борышын анықтап отыру керек. Баласының бойында адамдық борыш бар ма, жоқ па? Егер өзінің адамдық борышын бар деп есептейтін болса, ар алдында, Құдай алдында, мемлекет алдында, қоғам алдында, өз өмірім алдында жауапкершілігім бар дейтін болса, онда ол баладан проблема шықпайды түптің түбінде. Сондықтан ана шәкәрім атамыздың адамдық борышың, халқыңа қызмет қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта, оны біл, талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл, мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің. Ұлым, айтшы, бүгін қандай ғибрат алар күніңді өткіздің? Қандай қайталанбас ісің болды? Адамдық борышың не еді? Осындай адамдық борыш деген тақырыпты тоқтатқан жерде болды, проблема бастала береді. Бір ата-ана жоқ, балам өз сенің адамдық борышың не еді деген сұрақты қоймайды. Қойса, онда үйде бүкіл проблемаларды шешеді. Бірақ ол ерте жастан болады, ең қызығы. Ол ақыл тоқтатып 18, 19, 20-ға келген кезде емес, ең қызығы сол 5, 6, 7, 10 жасынан бастап осы сұрақтар қойылады. Бірақ ол сұрақтар қалай қойылады? Ертегілер арқылы, қиссалар арқылы, жаңағы хикаялар арқылы. Мысалға мен балалардан сұрап отырамын. Ал балалар, бір қызық айтайын сендерге. Мен сендерге бір қисса сұрақ қып қояйын деймін. Баяғыда Мұса деген пайғамбар болыпты, Құдайдың мен дейді бір сүйген құлы бар ма еді деп ойланып отырғанда Құдай тапсырма берді. Менің ең сорлы, ең бейшара мақұлығымды тауып келші депті. Пайғамбар бұл өте оңай тапсырма ғой. Не көп, бұл дүниеде бейшаралар көп, сорлылар көп, жетіспей жүрген адам көп. Соны жарайды іздейін деп барлығын дүниенің желдік түстік шығыс батысын бәрін қарап дейді. Ұры, қары, жүзікші, одан қалдына жылан, доңыз, ит, мысық, құрт, құмырсқа, бақа, шаян дегенде бәрін қарап дейді. Содан біреуін тауыпты дейді. Ал балалар, сендерге сұрақ. Сендерге сондай тапсырма берсе, ең сорлы, ең бейшара мақұлығы кім болуы мүмкін деймін. Бәрі ойланады. Үнемі осындай нәрсе сұрақтармен өрбітіп отыру керек. Осыдан сұрауға да болады. Ата-аналардан, осында көрермендерден. Қалай ойлайсыздар? Сізге сондай тапсырма берілсе, құрметті ата-ана, ең сорлы бейшара деп кімді есептейсіз? Кімді алып келесіз? Ата-аналар жауап бересіздер. Ең сорлы бейшара десе, сіз кімді алып келеді едіңіз дейді. Ата-аналар сіздің лагерьмен көп қызығып жатыр комментарияларда. Қай жерде, қалай апарсақ болады деп. Енді комментарий оқылмай жатыр. Неге бұлай екен? Қалай сізге шықпай жатыр, маған шығып тұр комментариялар. Мейлі, сізге әңгімемізді берейік, Селбек мырза. Адам не дейді? бейшара жоқ деп жазыпты бір ата-анамыз. Ойбай, адам халифасы Құдайдың ең сүйікті. Ол қалай бейшара? Кітап оқымаған адам дейді бір ата-анамыз. Қызық екен. Өзімді дейді. Өз ойы адамды дейді. Өз ойы жоқ адамды дейді. Ал, жауап берейін, қызық болсын. Қалдыра саламыз ба, апай? Білме білетін алма деген адам дейді. Рухани адам. Доңыз деп жатыр. Доңыз дейді. Доңыздан өткен лас не жоқ қой деп отыр ғой, жарайды, қалсын. Сонда балалар неше түрлі жауап береді. Қайран қалам. Жаңа доңыз дейді, ит дейді, маса дейді. Арасында біреу айтады. Мен пәлен деген сыныптасым дейді. Таң қалам. Мен неге ол деймін? Ол оңбаған, сұғанақ, қыздар мен балалар шағыстырып жүреді. Одан өткен сорлы бейшара жоқ деп қояды. Солай қызық таласып жасады. Өте бір қызық. Бірақ бірде біреу оны тапқан жоқ киссасын. Кейін айтқан екен біліп отыр ғой. Сонда ана Мұса пайғамбар жер жүзін кезеді ғой. Соны бір қараса, қоқыстың ішінде жүні түсіп қалған, қотыр-қотыр, құйрығы кесіліп қалған, тістері ырсиып, жаңағы байқұс жейтін тамағы жоқ, тамағы болса да шайнайтын тісі жоқ, өзі бір
қиналып тұрған итті көрді дейді. Қарап тұрды да, бейшара сорлысы осы шығар, мына кімге жарайды, мына кімге керек мынау. Мынадан артығын таппаймын ғой деді да, жібін байлап кетті дейді. Соны жарты жолға келген кезде ойлап қалды дейді. Мен ғой сыртына қарап томпи ішіп отырмын. Қазір Құдайдың дәргейіне апарсам, Тәңір тағала айтса, әй Мұса, сен неге бұл итті алып келдің? Бұның мынандай сүйген қылығы бар еді. Сен білмейсің ғой деп қазір айтса, мен ұялып қалам ғой, ұялтыраға. Қой құрысын, ана жерде ұят болар жайым жоқ, масқара болатын деді де, жібін шешіп, қарғы бауын шешіп жіберіп жіберді дейді. Бірақ ары қарай өзі барып бас салбырап жетті дейді. Я Мұса, бәрін білуші Алла әдейі сынап сұрап отыр дейді. Кімді алып келдің деп? Өзімді алып келдім. Неге деп еді? Бұл дүниеде менен өткен сорлы мақұлық жоқ екен деді. Менің фазылым сақтады сені мейірім махаббатым. Сен әлгінде өзіңді иттен артық санап, итті өзің кем санап, ана жануарды алып келгеніңде, мен сенің бойыңнан пайғамбарлық сипатты алып тастаушы едім, қатты ренжуші едім. Бұдан бұлай өзіңді өзгеден артық санаушы болма. Менің дәргейімде кімнің ұлық екенін мен өзім шешемін деп айтты дейді. Тура сол сияқты тәкаппарлықты ең жек көретін қасиетім деді. Содан бастап Мұса пайғамбар тәкаппарлық қылуды қойды деп бұл қиссада келеді. Осыны қызық, Астанадан келген 5-ші сыныпта оқитын бір 11 жасар бала осыны жауабын тапты. Мен білсем, Мұса пайғамбар өзін алып келді деді. Қайран қалдым. Неге олай дедім. Себебі дейді, әлгінде ғана сіздің әңгімеңізге құлақ түрген кезде басында не сіз айтып кеттіңіз, жауабы да тұрды дейді. Қалай айтып кеттім десем, Мұса пайғамбар, мен пайғамбармын ғой. Құдайдың мендей де бір сүйген құлы бар, менен өткен ешкім жоқ шығар деп ойланып отыр еді. Сол кезде дереу Құдай тапсырма берді. Бекер берген жоқ. Ана өзін өзгеден артық санап тәкаппарлық қылып атқанын білген Құдай ана менмендігін, тәкаппарлығын алып тастау үшін әдейі осындай тапсырма. Көрдіңіз бе? Дастарханның басында үнемі осындай хикаялар, мәнді мағыналы ғибратты әңгімелер айтылып отыру керек. Бұндай нәрсе айтылмаған екен, бала өспейді, сұрақтар қойылмайды, талқыланбайды. Бір күні баласы қисайып, бұтақтары жабайы болып келген кезде шалқасына түседі, бізге зарлап жазып отырады. 15 жасқа толды, сабаққа бармайды, мұғалімді тыңдамайды, оқымайды, сөз қайтарады, үйтеді. Әрине сөз қайтарады. Кішкентай кезінен құндылық құймағанның кесірінен болады. Қиссалар айтпағанның кесірінен болады. Керемет, дұрыс айтасыз. Жалпы мына сіздің кітабыңыз бар. Жалпы отбасы хрестоматиясының қанша түрлі осы отбасы институтын дамытуға байланысты кітаптарының көп. Айтатын мәселе, ерте жаста баланы тәрбиелеу, ол ешқандай бір Американы ашудың қажеті жоқ. Ол өзіміздің ұлттық жаңа кодымыз бар. Бесік жырынан бастап ертегі, жаңағы батырлар жыры, осыдан ары қарай өрбіте берсек, біздің балаларымыз ешқайда адаспайды, тура жолмен келеді деген бір кішігірім ғана ой түйіндесек болады. Сонымен қатар, мынау қазіргі үлкен мәселелердің бірі, енді мен практик ретінде айтайын, Серікбек мырза. Менің ойымша бала тәрбиесін үлкендерден бастау керек деп ойлаймын. Бұл менің субъективті, өзімнің ұғыным солай болып тұр. Сіз осыған келісесіз бе? Әрине, мен лагерьге келген кезде ата-аналардың WhatsApp группасын ашамын да, сөйтіп ата-аналарға сұрақ қойып, оларды да бірге тәрбиелеп отырамын. Неге? Себебі бала оқиды ғой, үйренеді ғой. Алған құндылығы, баланың құндылығы, ата-анасының құндылығымен сәйкес келмесе, тағы да проблема болады үйде. Білмейді ана қаншалықты қадірлі, қаншалықты құнды дүниені алып келгенін. Сөйтіп мән бермейді де, ары қарай қадағаламай қояды. Сондықтан ата-ананың бірінші сауаты ашылу керек, баланың болмысын түсіну керек. Егер ата-ана сауатты болатын болса, ұстаздары сауатты болатын болса, ары қарай жұмыс істей алады. Сондықтан қатар алып отырамын. Офлайн балалармен, онлайн ата-аналармен. Сол кезде бірігіп жұмыс істегенде мұғалім, бала, ата-ана бәріміз біріккен кезде ғана бір іс болады, береке болады. Олсыз болмайды. Бірақ енді осы жерде бір қызық айтайын. Толстой данышпан өткен ғой бұл дүниеде. Ол адамзаттың бағына туған, тегі орыс болғанмен ұлы жазушы бүкіл әлем мойындаған. Сол кезінде зұлымдықпен қатты күрескен кісі, ізгілікке шақырған. Сөйтіп бұл ұры-қарылармен, залымдармен қатты айқасқан. Сөйтепті ойланып отырып, бұлар неге азаймайды, неге көбейіп баратыр?
бұларға өзі қамқор болып отырған полиция, өкімет дейді. Мен бұлардың өкіметтің қателігімен күресемін деп солармен алысады, шенеуніктермен. Содан тұрады да бұл шенеуніктер неге бұл әдетін қоймайды? Неге Құдайдан қорықпайды бұлар? Себебі бұларға индульгенция беріп отырған шіркеу, поптар дейді да, солармен күресіп кетеді. Сөйтіп, кәдімгі шіркеуге қатысты көп еңбектер жазған, айыбын ашқан. Содан тұрады да шіркеу неге аяқтатпайды? Себебі оның үстінде Николай патша тұр. Николай патша дейді, бұл патшамен алысып кетеді ақыры. Сөйтіп кейін орта жастан асқан соң барып түсінеді ғой, мен енді қателігін түсіндім дейді. Неге? Ол не нәрсе дейді. Мына адам дейді, егер бір ізгілікке шақырғысы келсе, қоғамды дұрыстағысы келсе, ол ешкіммен алысудың қажеті жоқ. Ешкімді тәрбиелемей ақ қойсын дейді. Өзі шам сияқты жанып тұрсын дейді. Сәуле шашып. Мына бүкіл аралар мен шыбындардың жаңағы шамға үймелеген сияқты көбелектердің тура сол сияқты сен ілімнің сәулесін шашып тұрған кезде адамдардың бәрі сол жарық жерге жиналады сол кезде. Бірақ сол ілімге ең бірінші кірісетін негізі 13-14 жастағы балалар дейді. Нағыз болмысын іздейді. Сондықтан да бұл 13-14 жастарға балаларға арнап балалар үшін деген кітап жазған. Сондықтан егер біз қоғамды тәрбиелейтін болсақ, орта жастағы буын сол 13-14 жастағы балалармен күресейік деген. Солар тәрбиелесек, әлі олар өседі, үлкендердің орнына келеді, реттеледі деген. Бірақ адамның шарты сол, әркім өзі сәуле болып шашып отыру керек. Мектептегі директор, мұғалімдер де солай. Үйдегі ата-ана солай. Әулеттегі үлкен кісілер де солай. Мына кейінгі келіндермен айналайын, сендер келін емес, келсап болып кеттіңдер. Қыздар андай болып кеттіңдер, ұлдар мұндай болып кеттіңдер деп олармен алысқанша өзінің даналығын шам жанып, хикметін шашып отырса, адамдар сол кезде жиналады. Ал өзі сәуле болып шашылмайды, қараңғылық бойынан тұнып тұрған. Сосын қасына ешкім жоламайды. Сондықтан әркім өзімен айналсын деген әңгіме шығады. Сондықтан да мен лагерьде негізгі нәрсеміз үнемі өзімізбен айналысып, оқып, егер күшімді жұмсайтын болсам, соңғы күшім қалған болса, онда тек сол жаңағы 13, 14, 15, 12 жастағы балаларға арнаймын. Нағыз дер шағы, солардан бірдеңе шығады. Соларды оқытып жіберу керек. Бар болса, мектепте солай істеу керек. Тамаша, Сейілбек мырза, көп рахмет. Жалпы құрметті ата-аналар, бала тәрбиесі ол бәрімізге ортақ мәселе, ол әр қоғамның мүшесіне. Қазір бізде көп айтылып жатқан сындардың бірі ол балалардың жаңағы боғауыз сөз айтады, жаңағы қоқысты лақтырады. Осы жерде әрине жаңа ата-ана жауап берсін, ұстаз жауап берсін деп бір-бірімізге итеріп жатамыз. Бұл өте қате пікір деп ойлаймын. Жалпы кез келген адам, Сейілбек мырза айтпақшы, кез келген адам сол тәртіп бұзып жатқан баланың жанына келіп басынан сипап, балам, сен жақсы жігітсің ғой, жақсы қызсың ғой, бұндай нәрсе жасауға болмайды деп 10 адам қатарынан келіп айтса, ол балаға да сол сәуле миына барады. Ал біз өкінішке орай көбінесе теріс пікір айтуға жүйрікпіз. Өкінішке орай бүгінгі қоғамда орын алып жатқан проблемалардың бірі осы. Жалпы мектеп, ол жаңа сіз айтып жатқан кез келген нәрсе ол құрал. Біз мектеп балаға білім береді, ал ата-ана балаға құндылық сіңіреді. Егер осы позициямызды біз дұрыстайтын болсақ, әлбетте біздің балаларымыз өте жақсы, тәрбиелі, тамаша бала болып өседі деп ойлаймын. Сондықтан Сейілбек мырза, эфиріміздің уақытысы аз қалды. Сізге көп рахмет. Сізбен әрине таңмен таңдатырып әңгіме айтуға болады. Әлі үлкен кейстарымыз көп сізбен. Бұл тек қана басы деп ойлаймын. Ары қарай біз ата-аналардан кері байланыс күтеміз, құрметті ата-аналар. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Тағы да қандай ой сіздерді ойландырады, қандай сұрақтарыңыз бар. Бүгін болмаса да ойланып жазып жіберсеңіздер, біз сіздердің қандай көмек қажет етесіздер, қандай тақырып керек сіздерге, сол сұрақтардың бәрін шоғырландырып, тағы да бір Сейілбек мырзамен кездесу өткізуді жоспарлайтын боламыз деп сізден рұқсат сұрамай өстіп айтып қойдым енді ата-аналарға. Сейілбек мырза, көп рахмет. Қуана эфирге шығып барымызды бөлсеміз, бірақ бір ғана өтінішім бар. Қазір эфир біткеннен кейін әрбір ата-ана міне жатар алдында ұл қызына бір ғибратты әңгімесін айтып, ертегісін айтып, хикаясын айтып ұйықтатсын. Ал мұғалімдер, ұстаздар, сіздер ертеңнен бастап
Құдай қаласа балаларға тек сабақ қана өтіп қана қоймай, одан бөлек осы бір құндылықтарды арасында 10-15 минут уақыт тауып құйып отыратын болса, бәрі жақсы болады. Жаңағы мұғалімдердің айтпақшы, біздің директор өзгеріп кетіп, педсовет деген асыға күтетін педсовет болып кетті деп. Болмыс тақырыбынан айныған кезде болды. Ана моральға айналып кете береді. Бүкіл балалардың да не дейді, безер болып кетті дейді ғой, безіп кетеді ғой, бәрі отырып алып тек ақыл айтудан, тек мораль оқудан тұрып. Ол 21 ғасырда ақыл мораль жүрмейді. Онтологиялық таным керек. Не үшін деген сұраққа жауап беру керек. Сондықтан осы адамның болмысы неден тұрады, ол туғанда не үшін туды. Сонда бір сөзбен аяқта салайын. Том Сойер жазған кім еді? Қай жазушы еді ағылшынның? Ал Марк Твеннің. Ол Марк Твеннің айтты деген бір сөзі бар. Адам дүниеге екі рет келеді дейді. Біріншісі биологиялық туылғаны дейді. Екіншісі адамның өмірінде екі маңызды күн бар дейді. Тойлайтын екі күнім бар дейді, жылда. Біріншісі өзінің туған күні. Оны тойласын дейді. Ал екінші, одан да бір маңызды күн бар. Не үшін туғанын түсінген күн дейді. Ол тойлайтын күн дейді. Сондықтан да мұғалімдер, ұстаздар, оқушыларды 11 жыл оқытқанда не үшін туғанын түсінетін күндері сол мектептен нәсіп болсын. Ол мектепті бітірген оқушылар ертең мынандай тау тұлға болып өседі. Қаныш Жұмабек, Өзбекәлілердей болып. Сол мұғалімнің негізі міндеті. Не үшін туғанын түсіндіріп үлгеру керек 11 жылдың ішінде. Көп рахмет сізге. Өте құнды ақпараттар алдық деп ойлаймын. Әлі де бұл тақырыпты біз сіздермен, құрметті ата-аналар, өрбітетін боламыз. Біздің жалпы білім бөлімінің жұмыс жоспарына сәйкес айына бірлесіп сіздермен осылай тікелей эфир арқылы түрлі ашық сабақтар өткізетін боламыз. Сіздерден әлбетте кері байланыс күтеміз. Ата-аналар жазып жатыр, эфир сақтала ма деп. Бүгін енді сақтауға тырысамыз. Эфир сақталады. Сол жерге де өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Және Сейілбек ағай, сізден бәрі сұрап жатқаны, қандай кітаптарды оқысақ балаларымызға, өзімізге деген сұрақтар өте көп келіп жатыр. Қайдан сатып алсақ болады дейді, отбасы хрестоматиясы кітаптарын. Сейілбек мырза, қазір осы эфирдің аяқталғаннан кейін, сақталған кезде оны да комментарияға жазып кетеміз. Қазір өзіңізден бір ауыз осы сұрақтарға жауап беріп кетсеңіз. Ең бірінші Әлдидің Нефсқа дейін деген кітап, екінші Салт дәстүр сөйлейді. Осы екі кітап үйде болу керек. Басқа кітап болмаса да осы құндылықтарға негізделген. Бұны Каспи арқылы алдыртуға болады, өте оңай. Және тағы бір оңай жолы бар. Кім қай мектепте кімнің баласы оқып жатыр, сол мектептің ұжымына, мұғалімдеріне, сынып жетекшісіне айтып, әлгі айтылған кітаптарды алдыртып беріңізші десеңіз, мұғалімдер тез жылдам алдыртып береді. Соны мұғалімдерге өтініш қылуға да болады. Сосын рахат, баласы екеуі, мұғалім үшеуі бірге оқи береді. Тамаша дүние. Дұрыс айтасыз, өте тамаша болар еді. Рахмет сізге көп Сейілбек мырза. Кездескенше, Сейілбек мырза біздің Қарасай ауданында қазір үлкен мектептердің бәрін аралап, турда жүр, керемет шаралар өткізіп жатырмыз. Бұл енді бүгінгі тікелей эфирде біздің бәр мақсатымыз осы ата-аналар уақытты жіберіп алмай, кеңінен тыңдаса екен, өздеріне бір түртіп алар нәрселер болса екен деген ой болатын. Сізге көп рахмет. Жалпы 2000-ға жуық ата-анамыз бүгін көрді бізді. Бұл біз үшін үлкен жетістік, үлкен жеңіс деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Кездескенше, Сейілбек мырза. Жақсы, рахмет, аман болайық. Көп рахмет, құрметті ата-аналар. Кездескенше.